мынадай керемет ауа, таза орман, тап-таза жер, мынадай сұлулықты сақтау бәріміздің міндетіміз. Дұрыс айтасың Ақбота. Табиғат біздің үйіміз. Үйімізді қоқыспен бұлғауға болмайды. Ей, достар, не жүрсіңдер? Менің шоколадымнан қабығын алып кетіңдер. Талғат, сен не істеп жатырсың? Қоқысты жерге тастауға болмайды ғой. Иә, мұнда аңқұс, өсімдіктер өмір сүреді. Оларға зиян тигізіп жатқаныңды білесің бе? Ей, кішкене қағаздан не бола қойсын? Табиғат бәрібір үлкен, өзі тазартып алады. Сәлем бәріңізге. Мен сендердің әңгімелеріңді естідім. Талғат, сен қателесіп тұрсың. Табиғат өзі тазара алмайды. Бұл біздің мекеніміз. Дәл солай, қоқыс жердің жауы. Бір пластик бөтелке 200 жылдай шірімей жатады. Таза болсын ауламыз, сау болсын орман даламыз. Қоқысты емес гүл өсір, жасыл болсын қаламыз. Жарайды достар, мен қателестім. Қазір бәрін жинап беремін. Міне, енді жарайсың. Нағыз табиғаттың жанашыры осылай жасайды. Табиғатты сүйейік, таза болсын жеріміз. Қоқыс тастап жүрмейік, жасыл болсын еліміз.